Қашан? Кеше ғана келіп кетті кешкісін. Үйленетінін айтпады ғой бірақ. Білмеймін, үйіне айтпай, кеше өзімен бірге оқитын қызды апарыпты. Жақсы көретін қызым деп. Апарып барған соң ата-анасы амал жоқтан басына орамал салыпты. Енді әкеңе хабарласып, ол үшін кешірім сұрап жатыр. Өздерін кінәлі сезініп отыр. Ай, жарайды, бақытты болсын деді Зере өзінің көңіл күйін байқатпайын деп. Өзіне бәрібір сияқты болып сөйлесіп тұр. Бір жағынан анасын уайымдатқысы келмеді. Бірақ алай-дүлей болып жатты. Асқар маған ағамдай ғой. Уайымдамаңыз, қайта дұрыс болды үйленгені. Сіздерге әзірге тұрмысқа шыққым келмейді деп айта алмай жүредім дей салды. Иә, қызым. Саған қалай айтарымды білмей, әрең хабарластым. Жақсы болды ғой, өзің де әлі бауыр баса қоймағансың. Анасы мен қызы кішкене сөйлесіп тұтқаны қойды. Өзін әрең ұстап тұрған Зере тұтқаны қояр қоймастан көзінен моншақтап жастары атқып шыға берді. Жиналып жатқан сабағына дайындығы жайына қалды. Бәсе деймін, кеше бір нәрсе айтқысы келіп еді, осыны айта алмаған екен ғой. Мен болсам қиялданып жүрмін. Ұнатпаса айтпады ма? Неге мені алдап келді? Алған келіншегі кім болды? Ару ма, басқа ма? Деп әбден басы қатты. Бірақ өзін қоярға жер таппай отыр. Керексіз зат секілді тастап кеткендей сезімде болды. Біресе жылап, біресе қайта ойға шомып кетті. Ару, Асқармен бірге дәрігер мамандығында оқитын қыз. Ару десе, Ару шіркін, ұзын бойлы, қыпша бел, қасы көзі қиылған, әпақ келген қыз. Қашан көрсең, екеуі бірге жүретін. Бірақ Асқар досым деуші еді. Жай айтқан екен ғой. Не де болса Асқарға хабарласайын деп шешті. Өйткені шын жегідей жеп бара жатқан сұрақ, мені неге тастап кетті? Кімді алып барды? Ол қыз кім? Көп ойланбастан ет қызуымен телефоннан нөмірін теле бастады. 2-3 үзілістен кейін өзіне таныс дауысы естілді. Зере, сәлем. Қалың қалай? Сәлем, Асқар. Жақсымын, қалай жағдайың? Тұсың құтты болсын. Рахмет, Зере, ренжімеші, саған айтуға батылым бармады. Қанша оқталсам да айта алмадым. Бір жағынан әкемнің берген уәдесі бар, бір жағынан өзімнің жақсы көретін қызым. Не де болса жүрегімді тыңдадым. Білесің ғой, мен саған қарындас ретінде қарайтынымда. Ренжімеші.